Қожа Насыр өзіміздің қазақ халқында білетін негізі жалпы өзіміздің символ ғой енді. Қожа Насыр, алдар көсе деген біздің қазақ халқының символы ғой енді. Былай аңыз әңгімемен жеткен да. Бір күні Қожа Насыр бір отырысқа барыпты. Отырыста бір кафе емес еді, жалмаңдай бермеш, есілдетін бір кафе, сенің ресторан, кафе, шуба, қымбат жоқ ей. Бір отырыста бір жиынға барғанда, бір үлкен бір ауыл жиынына барған ғой. Қожа Насырдың ойында ештеңе жоқ, мен сияқты аңғалдай ол да. Енді өзінің ой таза болғаннан кейін барлық адам солай таза деп ойлайды ол Қожа Насыр. Бір жиынға барып, үстіндегі алба-жұлба киіммен, бір жаман-жаман шапанын киіп барасаң ғой, Қожа Насырдың ойында ештеңе жоқ. Бәрі сен сияқты адам дейсің ба? Үшін адамның киіміне қарап, адамның макияжына қарап, түрінің несіне қарап, туфлиінен басынан аяғына дейін қарайтын сен емес қой бәрі. Сонымен Қожа Насыр барған ғой. Отырыста гүл болып жатса, Қожа Насыр отырысқа жақындап, ассалаумағалейкум деп амандасып жатса, жұрттың барлығы тұршы мама деген қорқып кеткен да енді жұрттар. Бәтшағар, кімді менсінбей тұрсың? Қойшы деп Қожа Насыр өкпелеп, бала сияқты үйіне қайтып кетті, отырысқа кірмей. Үйіне барып, қымбат шапан киіп, жуынып, шайынып, жағы отырысқа барса, жұрттың бәрі: ассалаумағалейкум, қожеке, ассалаумағалейкум, уа рахматуллахи ва баракату, уа алейкум ассалам деп, әдемілеп мәпелеп, отырыстың төріне шығарып қойыпты Қожа Насырды. Төріне. Сөйтіп Қожа Насырдың алдына ас келіп, ас келіп, мәңіз қожеке, мәңіз деп пышақ қойып алдына, сөйтіп жатыр дейді жаңа. Қожа Насыр жаңа шапанының жеңін тамаққа тығып жіберіпті. Қамыр ауқатқа тығып жіберген да, легенге тығып жіберіпті. Ойбай қожеке деп бәрі тұра ұмтылып, қасындағылардың бәрі бүйтіп, ойбай қожеке не істеп жатырсыз? Алдыңызға ет ауқат келді ғой, жемейсіз ба десе, не ол шапаныңыздың жегін тамаққа тығып жатсыз десе, Қожа Насыр бүйтті: әй, замандастар, сендер менің өзімді емес, мына үстімдегі шапанымды сыйлап тұрсыңдар. Сондықтан мен төрде отырмын. Алдыма ас ауқат келді. Сондықтан бірінші осы шапаным жесін деген екен Қожа Насыр. Көрдің ба? Өзін сыйламаған, үстіндегі қымбат шапанын сыйлаған. Сондықтан мен шапаным жесін деп, шапанымды тығып жатырмын деген екен Қожа Насыр. Бұл енді ғибарат сөз ғой енді. Әрине кейінгі жастар осыны біле жүрсін. Адамның сыртқы келбетіне қызықпа дейді. Адамның сыртқы келбеті жалған, ол 5 күндік. Бүгін керемет сұлу болсаң да, красавчик болсаң да, бүгін шашың үпілдеп қалған, жап-жассың, желігің басылмаған жап-жас красавчик жігіт болсаң да, ертең қартаясың. Адамның сырт келбеті 5 күндік дейді. Ал ішкі жан дүниенің тазалығы мәңгілік дейді. Сондықтан ішкі жан дүниеміз әрқашан таза болсын, құрметті бауырлар, бақытты болайық. Кеттік ендеше, көп мышық кеттім ау деймін.